Ал енді қымбатты көрермендер, құрметті менің ұжымым, сәлеметсіздер ма? Бүгін мінекей сіздермен кездесуге шығып отырмыз. Мұрат екеуміз енді алыста болсақ та, осы сотка арқылы енді бір-біріміздің жүзімізді көріп, соған мәз боламыз ғой әзірге. Енді біздің өнерімізге келсек, енді сонау 76 жылдан бері қарай қол ұстасып, Мұрат екеуміз сол өнерде танысып, оқуға келгеннен Алматыға. Содан бірге келе жатырмыз. Жаңа Мұраттың айтып жатқаны сол ғой, күліп қалжыңдап. Содан бері қарай 2 ұл, 1 қызымыз бар. Қазір енді ата әже болдық. 4 немереміз бар. Қызды қияға, ұлды ұяға қондырған ата әже болып отырмыз қазір. Көпшілік сіздердің алдарыңызда. Сонау 17 жастағы 76 жылдардағы танысқан қыз бен жігіт емес, енді біз үлкен ата мен әжеміз. Сіздермен алыстан бүгін Оралдан да, басқа театрлардан да кездесіп жатқан, осы неге шығып жатқан сұхбатқа адамдар бар, біздің достарымыз. Енді көрмесек те, бәріңізге амандық, саулық тіледім. Бәріңізбен амандасып қояйық. Енді күнде шығып жатқан жоқпыз. Сондықтан бәріңіздің амандығыңызды тілейміз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Біз енді Қазима екеуміз көп театрларда жұмыс істедік. Қазима сонау Атыраудан бастағанда 5 театрда жұмыс істепті. Мен 4 театрда, сонымен гос ансамбльді қоссам, мен де 5 театрда жұмыс істеппін. Осы бүткіл өмірімізде көшіп қонып, сонау Атырау, Орал, Жезқазған, Талдықорған, осы Алматы театрларында жұмыс істеп келе жатырмыз. Барлық жерде де жаңағы әкімшіліктің шақыруымен бардық. Барлық жерде де жаңағы абыроймен барып, абыройдан қайтып келіп отырмыз. Міне енді туған жеріме Алматыға келгенімізге 10 шақты жыл болып қалды. Өзіміздің осы Ғабит Мүсіреп театрында жұмыс істеп жатқанымызға сонау 2010-нан бері міне 10 жыл болыпты. Академияда, колледжде сабақ беріп жатқанымызға да міне 10 жыл уақыт болыпты. Зулаған уақыт міне. Біздің балаларымыз да осы өнерде, қызымыз Гүлім жаңағы консерваторияны бітіріп, опера әншісі, күйеу баламыз да опера әншісі, консерваторияны бірге қатар бітірді. Ұлымыз Сәкен режиссураны бітірген әнші. Ал үлкен ұлымыз Асқар юрист, келініміз Ақбота, жақсы білесіздер, актриса. Сондықтан біз айтамыз, өзіміз бір театр болып қалыптасып қалғандай, бір үлкен сондай отбасымыз, біз өнер адамдарымыз, бізде династия келе жатыр, ұрпақтарымыз келе жатыр. Бұйырса мына немерелерімізде өнерге деген құлшынысы бар. Иншаллах. Сұрақтарыңыз болса қоя тұрсаңыздар. Енді біз өзіміздің өнердегі өмірімізді айтсақ, енді жаңа Мұрат айтып жатыр ғой, енді 4-5 театрда істедік деп. Сол театрларда қаншама актерлармен, қаншама театрдың ішкі кухнясымен араластық. Енді бұлай орын ауыстырмай бір театрда істей беруге болатын еді негізінде. Бірақ енді Мұратты құлап бара жатқан театрларға жібереді ылғида, соларға гран-приін, лауреаттығын бәрін алып беріп, сонымен театрдан театрға ауысып отырдық. Енді Мұрат басқа театрға ауысса да, артынан мен де барып отырдым балаша. Балаларымыз да талай мектептерді ауыстырды, қиындықтары да болды, бірақ қазір Аллаға шүкір. Сонау 93 жылы Орал театрына, Талдықорған театрында жұмыс істеп жүрген жерімізден тәуелсіздікпен келген театр болды, Орал театры. Өйткені онда орыс халқы көптеу болды да, қазақ театры болмаған. Соны барып қазақ театрын ашуға барасыздар ма деп ағамыз звондап айтып, Келінжан, сен сол жақтасың ғой, Мұратжан, сен күйеу боласың ғой, барып сонда барып театр ашуларың керек. Театр ашу деген үлкен бұл абырой.
сол театр барда алтын әріппен жазулы тұрасыңдар. Театрдың алғашқы шымылдығын ашушылар, кірпішін қалаушылар деп мәңгіге осы естелікте қаласыңдар. Ол үлкен абырой. Соған барыңыздар деп Баққожа ағам осындай бағыт бағдар бергеннен кейін біз үш баламызды көтеріп әшейға қарамай сол өтпелі кезеңде абыр сабыр болып атқан, кім қайда жүргенін білмей жатқан кезде біз театр ашамыз деп Оралға барып театр аштық. Иә, заманның қиын кезі ғой енді ол кез. Барлық қазақтың басына түскен ауыртпалық ол кез. Мына жақта әріптестеріміздің барлығы сіздермен амандасып жатыр. Және де папа сізге айтып жатыр, арықтап кетіпсіз дейді. Иә, енді директорден келгенде Азамат Сатыбалды айтты ғой, барлықтарыңыз арықтаңыздар. Мына актер, режиссер деген халықтың алдында көрініп жүретін спортпен айналысыңыздар деп. Соны енді директордың айтқанын орындап үйреніп қалған адамбыз. Міне формамызды сақтап жүріп жатырмыз, Азамат. Мерей Әжібеков сұрақ қойыпты. Ең алғаш сомдаған рөлдеріңіз? Хазима баста. Ең алғаш сомдаған рөлдеріңіз? Ең алғаш сомдаған рөлім менің енді Қыздай жесір, Асқар Сүлейменовтың, сонда мен басты рөлде Үриян ойнадым. Талдықорған театрында. Атырауда Теңіз махаббаты ме? Атырауда ең алғаш ойнағаным Теңіз махаббаты, Абу Сәрсенбаевтың, сонда Сәуле деген рөлді ойнадым. Енді ол рөлдерді айта берсем менде көп енді. Ең алғашқы табалдырыққа қадам басқаным өнерге осы рөлдермен бастадым. Ал енді менің рөлім дипломдық жұмыс Қарақыпша Қобыландыда Қобыландыны ойнадым. Ұстазым Ыдырыс Ноғайбаев ағамыз өзі Қобыландыны ойнаған, сахнаға Қобыландыны сахналап дипломға соны қойды. Сонда курсымызбен осы Қобыландымен тапсырдық. Сосын құлыным менің Оралхан Бөкеевтің. Мұхтар Әуезовтің Қобыландысын ойнау әрине оңай емес студентке. Дегенмен де Ыдырыс ағамыздың көрсеткен қимылдарымен, сол кісінің бағдарлаған бағытымен Қобыландыны ойнап шықтық. Кейіннен бізді Талдықорған театрына шақырып алған Байден ағамыз айтады ғой, аға дипломныйды көрдіңіз ғой, енді қалай сізге ұнады ма десем, сахнадан мен 25 Ыдырысты көрдім деп. Сол сияқты ағаның көрсеткенін қайталағанымыз да болған шығар. Дегенмен де бізге сондай үлкен ұстазымыз, үлкен осындай тақырыптағы дүниені, ұлттық тақырыптағы дүниені қойып, ең алғашқы үлкен батырларымыз осындай Қобыландыны қойғанына қуаныштымын. Ең алғашқы рөлім сол. Ал театрға барғанда 80-дегі шалын ойнадым. Таңғы жаңғыр Қалихан Сқақовтың, Мұхтар Әуезовтің Қарашы повесі бойынша жазылған пьесада ақсақал бар, албандар көшіп келіп, сонда жер сұрайтын жараспайдан. Сол 80-дегі шалмен ойнап, 80-ге дейін заявка беріп қойған. Сол керемет рөл деп, мына ақсақалды ойнаса осындай ақсақалдарымыз бүйтіп ойнай алмас деген әңгіме болып, кәдімгі үлкен бағалап, содан кейінгі көптеген рөлдер, бірден Шоханды ойнадым, Бауыржан Момышұлын ойнадым, Сталинге қатты Иосиф Виссарионович Сталинді ойнадым, Асауға тұсауда жаңа Петруччины ойнадым, Еңлік Кебекте Кебекті ойнадым. Басты рөлдер көп. Өйткені Байтен аға 6 жыл бойы сонда қойған спектакльдердің бәрінде Қазым екеуміз герой-героиня болып жұмыс істедік Талдықорған театрында. Сосын Оралға барғанда да басты рөлдерді ойнадық. Осы Орал театрында сол театрды бастап барған режиссерларымыз бір жылдан кейін жаңағы жағдайға байланысты ауысып кетуіне байланысты театр режиссерсіз қалып, режиссерлік бағытқа түсіп кетті. Менің ойымда да болған жоқ болатын, режиссер болам ғой деп. Өзімнің тап-тамаша жүріп жатқан актерлік карьерамды тоқтатып, осы режиссерлікқа көштім. Онда да жаман болғанымыз жоқ. Осындай жан-жақтан театрларға шақырып, өзім Орал театрында Қазима екеумізді шәкірттер тәрбиелеп, 3 бірдей поколение театр Орал театрында. Қазір сол театрдың директорлері болып, басы режиссерлары болып, бүткіл театрды басқарып, сондағы басты рөлдерді ойнап жүрген
бетке ұстар актерлардың барлығы солардың көбісі менің шәкірттерім. Біздің театрымыздың үлкен буыны, орта буын, кіші буыны барлығы сіздермен амандасып, жүрек лүпілдерін сіздерге жолдап жатыр. Рахмет. Сәлем барлықтарыңызға. Үйде отырмыз. Жұмысқа шығып отырмыз енді. Бұйырса, мына індеттен құтылсақ, аман есен басымызды қоссақ дейді. Мұнда Райхан апамыз да бар, Жомарт аға, Рахман аға, жастар барықты. Рахман аға мұнда сізге сұрақ қойыпты. Жер үйде тұрған қалай екен деп. Жер үйде тұрған жақсы екен, мына себебі қазіргі мынандай жағдайда үй қамақта отырғанда бақшамыз бар, сыртқа шығып жаңағы бақшамен сол бір шаруашылықпен айналысып ауада жүруге себебі бар. Үйде қамалып отырғанымыз жоқ. Рахаңдар өздерді жер үйде ғой. Бір жетінен ақтап жатқанда сол шығар, жер қазып жаңағы бақша өсіріп, ағаш отырғызып жатырмыз, сол. Өте жақсы екен. Рахман, өздеріңе қалай екен, өздеріңе де. Құттықтаймыз. Шаңырақтарың биік болсын. Құтты болсын. Зілиқа Абдықалықова деген біздің көрерменіміз, керемет еңбектеріңіз енді зор деп жазып жүріпті. Рахмет, Зілиқа, Қарағандыдансыз ғой. Рахмет. Ербол Идрисов жазып жүріпті. Қай жылғысыздар деп. Біз сонау 20 ғасырдың 1959-58 жылдары дүниеге келгенбіз. Тағы сұрақтар бар ма екен? 61-62-ге толып отырмыз биыл. Міне осының 24-інде туған күнім менің. Иә. Ділда Нысановна деген кісі сізбен амандасып жатыр. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз дейді. Сансызбай Ділда деп жазыпты. Рахмет. Менің класстастарым Оралдан хабарласып жатыр. Сансызбай Ділда, үлкен рахмет сіздерге. Ділда деген менің қазақ тіл әдебиетінен берген бір мықты мұғалімнің, ұстазымның қызы. Үлкен рахмет жандарым. Жомарт аға, Зейнабіл Жомарт ағамыз, сәлеметсіздер ме, амандықта жолығайық деп. Әмин, айтқаның келсін Жомарт, амандық болсын. Әмин. Сағынып кетті ғой бәрін. Рахман ағамыз арықтап кетіпсіз деді. Жаңа Қалампыр Есенғалиева деген кісім сәттілік тілеп, өнерлеріңіз өрге жүзсін деп өздерінің жылы тілектерін жолдап жатыр мұнда. Қалампыр ол да біздің Оралдікі. Қалампырдың жолдасы Нұржан деген мен класстасым болған, көршім болған Оралда. Ол қайтыс болып кетті. Қалампыр үлкен рахмет, көп рахмет. Және де Әсет Иманғали сіздермен амандаса отырып сұрақ қойған екен. Папа сізге сұрақ қойған, алдағы жоспарларыңыз қандай деген сұрақ қойған екен. Алдағы жоспар амандық болса осы мына індеттен құтылған соң театрға жиналамыз ғой. Сонда енді алдыға қойған менің студенттерім бар, келесі жылы солар бітіру керек, үлкен міндет, оларды жаңағы жақсы деген қойылымдармен алғашқы қадамдарын ашып сол өнер жолына сілтеп жіберуіміз керек. Сол бірінші, екіншіден театрда мен жылына 1-2 қойылым қойып тұрам ғой. Бұйырса Құдай қаласа, осы мына қазір мына жағдай бүткіл адамның сана сезімін түгел өзгертіп жатыр. Басқаша ойлап, өнерді басқаша бір бағытта кететін шығар деп отырмыз. Қазіргі мына сөйлесіп отырғанымызда да осындай бір жаңа формалар ғой барлығы. Осы өнер саласында да көп өзгеріс болып, жаңадан пьесалар жазылып жатса, құба-құп бір жаңа бағыттағы ізденістердегі жұмыстарды бастап кеткеніміз дұрыс болар. Әйгерім 88-10-25 деген көрерменіміз кеш жарық шығармашылық табыс тілеймін деп жазған екен. Рахмет. Менің студенткам ғой. Үлкен рахмет, Айгера. Зілиқа Абдықалықова керемет ұзақ ғұмыр тілеймін деп гүл шоқтарын жіберген екен. Рахмет, Зілиқаша. Үлкен рахмет жандар. Барлық Қазақстан театрлары қарап отырған барлықтарыңызға сәлем. Сәлематсыздар бәріңізге. Қазақстанның көптеген театрларында қойылым қойған, көптеген театрларында бас жүлде алып берген, барлығы ұмытпаған боларсыздар. Қойылымдарымда әлі шейін жүріп жатқандары бар. Ғұмырлары ұзақ болып, соны сақтап жүргізіп жатқан театрларға мыңда бір рахмет.
Оқап қызы Мубина, сәлеметсіздер ме? Еңбектеріңізге табыс тілейміз дейді. Үлкен рахмет Мунирға. Ал енді біз бұлай жасайық, енді барлықтарыңызға сәлем, рахмет, ниеттеріңіз қабыл болсын, ағынан жарылып айтып атқан осы тілектеріңізді бәрі қабыл болып, Алла жар болсын. Біз енді өнерімізді көрсетіп айта отырайық. Бүгінгі кездесу Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қазима Нұғмановамен болып отырғандықтан кішкене жаңағы монологым ба, өлеңім ба, әнім ба арнап отырса арасында дұрыс болар деп есептеймін. Ауылдың алтауызын ба? Ауылдың алтауызын айта отырған дұрыс болар. Мен Қазима 40 жасқа толғанда Орал театрында ең әдемі келіншекті қойғам. Арнайы Қазимаға арнап, Сұлтанәлі Балғабаевтың. Сонда басты рөлді ойнады, содан Қазима бір үзінді келтіріп жіберсең. Енді көптеген жаңадан бір ізденістермен қойылған қойылым болды. Сол спектакліміз әлі күнге шейін жүріп жатыр. Міне біз биыл 60-тан астық қой, сол 20 жылдан аса сол уақытта жүріп жатыр. 22 жыл болды. Өзінің қарындас сіңілілері қазір сонда ойнап жатыр. Рахмет, Мұрат. Бұл енді ең әдемі келіншек деген спектакль пьеса, бұл Сұлтанәлі Балғабаев ағамыздың пьесасы еді ғой. Кезінде біздің барлық театрларда ең әдемі келіншек болып кеткен біз бәрімізші. Жер-жерде қойылып жатты. Лидия апайға арналып жазылды дейді. Лидия апай көріп отырсаңыз сәлем. Негізінде бұл біздің Лидия Каденова деген апамызға арналып жазылған екен. Апамыз оны ойнады осы уақытқа дейін. Лидия апай көріп отырсаңыз сәлематсыз ба? Соны менің 40 жылдығыма қойған еді. Енді бүгін қарасақ мен 62-демін, 22 жыл болыпты ғой. 16 жасар қызды ойнап берші енді. Содан енді ол пьесаны енді білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар, көрермендер. Онда Гүлбаршын деген 16 жастағы қыздың тағдыры, 16 жаста Алматыға келіп оқуға түсіп, содан Алтай деген жігіттен алданып қалып, содан кейінгі өткен тағдыры барып, Жиенбай деген бір алқаш арақ ішетін кісіге шығады. Одан 10 жылдықпен өткізбек болып Алматыға келіп, Алматыда Абдулла деген бір жақсы азаматпен танысады, бірақ бәрі кеш болады. Содан кішкене бір үзінді оқып берейін сіздерге. Осымен бәрі бітті. Әбеке, Абдулла, айып етпеңіз мені. Неге болған жоқ? Болды ғой, болды. Бірақ сіз оның кім екенін білмейсіз ғой. Ол менің ең алғашқы махаббатым, ең алғашқы ғашығым. Құдай қоспаған, тағдыр жазбаған қосағым. Жоқ, сіз түсінбейсіз. Мен оған 16 жасымда кездескем. 16 жастағы қыздың сезімі, махаббаты қандай болады? Оны сіз түсінетін, жобалайтын шығарсыз. Мен оған ес-түссіз ғашық болдым. Ештеңені ойлаған жоқпын, ештеңеден тайынған жоқпын. Сөйтіп, бірінші курста жүргенде, ол менен жоғары оқитын бір қызға үйленді. Әкесі мықты қызметкер, сондай қызға үйленді. Білесіз бе, өлсем деген ойым маған сол кезде тұңғыш рет сонда келді. Мен шынымен де өлуім керек еді, бірақ өлімнен қорқып бейшара болдым. Дұрыс айтасыз. Бірақ мен бәрібір өлген адам едім ғой. Жаным, сезімім, жүрегім бәрі өлген. Сөйтіп, 25-тен асқан шағымда осы Жиенбай кездесті. Өлердегі сөзін айтып соңымнан қалмай қойды. Бірақ жалпы маған бәрібір еді. Әбеке, аққудың бәрі сұңқарға кездесе бермейтін болса керек, солай емес пе? Біз енді кездеспейтін шығармыз. Бір жолата мәңгі. Біз осыдан 10 жыл бұрын кездесуіміз керек еді, 10 жыл бұрын. Ал енді
Енді бірақ мен бәрібір бақыттымын. Сізбен кеш болса да кездескенім үшін шексіз бақыттымын. Қайтемін қайғы мұңды айта беріп, ішімде жатыр менің сайтан өліп. Біз енді қыз бозбала бола алмаспыз, екеуміз 18-ге қайта келіп. Тұрады көкірегіме күйік толып, жүремін кейде жанып, кейде тоңып. Түн бойы мазам кетіп қиналамын, көрінсем біреулерге биік болып. Біреулер бақытымды олжалады, көңілім көрінгенге қол жаяды. Аспанның суық жүзді жалбыр бұлты, кеудеме жапалақтап қар жауады. Аспанның суық жүзді жалбыр бұлты, кеудеме жапалақтап қар жауады. Мен бақыттымын. Сізбен кеш болса да кездескенім үшін шексіз бақыттымын. Рахмет. Осы жаңағы осы өзінде де айтылған әнді өзіміздің марқұм әріптесіміз Айнагүл Мерейдің мамасы шығарған ән. Соны біздің жадымызда қалып қойған екен, соны оралда есімізге түсіп, осыған қосқанбыз, осыған спектакльге. Осы өзі дөп келіп не қылды. Бұл Айнагүл сөзі де, әні де өзінің жазған өте бір керемет ән. Мұнда көрермендер, Гүлжамал деген көрерменіміз, мен сіздерді өте сыйлаймын деп жатқан екен, жақсы көремін деп. Райхан апайымыз Халиолдина әдемі келіншек қой дейді, сізді айтады. Рахмет, көп рахмет жандарым. Өте әдемі отбасы, жақсы көремін, сыйлаймын өздеріңіз деп жатқан екен. Камалия Байтілеуова да өзінің керемет тілектерін қалдырған, жақсы көремін деп. Рахмет, рахмет. Рахман ағамыз айтқан екен, папа сізге, Ыдырыс ағаның даусымен сөйлеңізші дейді. Ыдырыс ағаның мына Қобыландыда монологын оқып берейін, қалай оқыған екен. Біз Әуезов театрында осы спектакль жүріп жатқан кезде біз дипломны қойып жаттық, сол кезде барып көреміз. Қобыландыны бір күні Ыдырыс аға ойнайды, бір күні Әнуарбек Молдабеков ағамыз ойнайды. Екеуінің Қобыландысы екі түрлі. Енді қазір сәті келсе соны оқып беріп көрейін. Бірінші Ыдырыс аға. Жау шауып ата анасымен қоштасып жатқан сәті ғой. Атам анам кәрімді, қарлығашым жарымды, жар қызығын көрмеген, жаным сүйген айымды, қимасамда айтқаным, қас бөрге тапсырдым. Жалғыз ақ тілеу жетелеп, жалғыз ақ мұрат байладым, өшім кегім кетпесен, барды сарп етсем де, осыны ғана арнадым. Ыдырыс аға осылай. Спектакль 3 сағат жүреді екен. Ал енді Молдабеков ойнаған кезде Әнуар ағамыз спектакль 2,5 сағатта бітіп қалады екен. Сонда жарты сағаттай Ыдырыс ағалардың паузалары жаңағы сонымен бітеді екен да Молдабеков былай оқиды енді. Атам анам кәрімді, қарлығашым жанымды, жар қызығын көрмеген, жаным сүйген айымды, қимасамда айтқаным, қас бөріге тапсырдым. Жалғыз ақ тілеу жетелеп, жалғыз ақ мұрат байладым, өшім кегім кетпесін, барды сарп етсем де, осыны ғана ойладым. Екеуімді темп екі түрлі.
біреу романтичный үлкен батыр, үлкен тұлға, ал Молдабеков қызу қанды, атырылып тұрған, шаңып тұрған батырды ойнады. Екі түрлі, бір спектакльді екі актер екі түрлі ойнайды, екеуін көрдік. Осындай үлкен мектептер көріп өстіген. Динара Әбікеева папа сізге арықтамаңызшы дейді. Жараспай меген. Лиза апайымыз Серикова өте әдемі жұп, көргеніме қуаныштымын дейді. Рахмет, Лизга. Мерей Әджібеков сұрақ қойған, театр режиссері ретінде сізді жақсы білеміз, ал кино түсіруіңіз мүмкін бе дейді. Мерейдің сұрағы. Ой, Мерей, аузыңа май, бұйырса Құдай қаласа мен мына театр актері жұмысын атқардым, бірталай рөлдерді ойнадым, театр режиссер ретінде де көптеген жетістіктерге жеттім. Кино актер ретінде де біраз рөлдер ойнадым, елбасының рөліне дейін ойнадым. Енді бір шындығын айтқанда аузыңа май осындай бір режиссер бағытын осы кино саласына бұрсам ба, бір фильм түсірсем ба деген арманым бар. Оның бәріне үлкен дайындық керек, қаражат керек, үлкен қолдау керек. Сол жағынан қазір ізденістер жүріп жатыр. Құдай қаласа бір тарихи дүниелерді сахналасам ба, киноға шығарсам ба деп ойлаймын. Өйткені менің осы театр саласында жүрген режиссерлығымда барлығында да осы ұлттық тұрғыдағы дүниелер. Барлығы. Сонау Кетбұғыдан бастасақ, бергі желтоқсанға дейін сонау Арқан Енисей тарихынан мынау 86-дағы желтоқсанға дейінгі арадағы тақырыптардың бәрін қойдым. Бұның ішінде Әбілқайыр хан бар, Сырым батыр бар, Құрманғазы бар, Махамбет бар, Райымбек бар, Кенесары Наурызбай бар. Көп. Сүйінбай бабамыз бар. Осылардың бәрін сахналадым. Мұны жақында ғана Қабитті қойдым. Осындай үлкен дүниелерді сахналаған, енді соның барлығы осындай фильмде қалса деген арманым бар. Солар тұтас емес, бірақ дегенмен бір жақсы бір дүние дайындалуда. Құдай қаласа. Иншаллах. Камалия Байтілеуова апайымыз Мадрасаға мен Фарида апаның шәкірті екен. Сол кісі айтып жатыр, папа сізге Мадрасаға қатты ұқсайды екенсіз дейді. Рахмет, Камаша. Бақыт Тушаев айтады, амандасты жаңа алдында, сосын айтады, Мұса Әджібековтің қызықтарын айтып беріңізші дейді. Мұсаның әңгімелері көп қой. Ең бір қызығын айт енді. Енді гастрольде жүреміз, күнде қонақтық болғаннан кейін сый құрмет болады. Күнде 100 грамм датадыңыз, сосын бір күн Мұсекеңнен сұраймын ғой, Мұсеке, темекі тартасыз ба деп. Сен андасанда, сол бір андасанда ұрттағанда деп, онда күнде тартады екенсіз ғой деп. Сол әлі күшейін айтып қоймайды Мұсеке. Ана Мұса ағамызды бір күні жылан шағып алды, балыққа барған кезінде. Соны мен Талдықорған театрында директормын. Сосын бардым ертесіне. Сөйтсем кейін өзі анекдот қылып шығарып алыпты. Не болды деп, Мұсаны жылан шағып алыпты деп. Сөйтсе сұрапсың ғой дейді, өзінің қосып алғаны. Жылан тірімеген деп. Гүлжамал деген көрерменіміз айтады, папа сізге сұрақ қойған екен, әлі де рөл ойнағыңыз келе ме болашақта? Театр саласында, кино саласында рөлдер ойнап жүрмін ғой, енді театрда білмеймін, оған үлкен дайындық керек шығар. Өйткені театрда ойнамағаныма бір 20 жылдай бүкіл 20 жылдың үстіне шығып кетті. Болады ғой енді, бірақ негізі қалды, қандай үлкен рөлдер ойнадым. Сәті келіп атса, тайынбайтын шығармыз. Раушан Байзақова апайымыз, ең алғаш қалай таныстыңыздар? Раушана, қалайсың жаным?
Енді біз мен хореография училищесін бітіріп 76 жылы Байзақовадағы неге келіп жатақханада тұрдық. Мына Байзақовадағы мәдениет саласының жатақханасы болды ғой. Сонда тұрып жатқанбыз. Сол кезде Қазималар мына Мұхтар Әуезовтің несіндегі студияға келіп тапсырып түсіп жатқан екен. Сол кезден таныспыз 76-дан бері. 17 жасымыздан. Сол кезде көріп қалдық та бір-бірімізді бір көргеннен ғашық болып қалдық. Лиза апайым сұрақ қойған. Лиза апай Серикова. Қандай жаңа қойылымдар алдыда, ойыңызда бар қоюға, театрда? Жаңа ғана жауап беріп кеттім. Алла біледі енді бұйырса. Олан Болатбек сұрақ қойған екен. Елбасын сомдаудағы қиын да қызықты сәттеріңізді айтсаңыз дейді. Елбасының енді екінің біріне бұйыра бермейтін дүние ғой бұндай үлкен рөлдер. Мен енді бір қызық айта кетейін. Бұнда тұрған бір мистика да бар ма, ұстаздың батасы ма деуге бола ма. Мен жаңағы институтта оқып жүрген кезде капустник болады ғой. Сол капустникте Ыдырыс Ноғайбаев ағамызды жасап сахнада. Содан бәрі үлкен қошеметке ие болып, ол кісі өзі естіп қойыпты, бірақ театр, Әуезов театрының актерлары тұтас шулап айтты. Ыдырыс аға пародияны ұнатпайды, бала таяқ жейсің деді. Содан ертесіне сабаққа барған кезде Ыдырыс ағамыз тұр екен, ассалаумағалейкум аға деп жанында қыбжықтап барып тұрмын. Уағалейкум ассалам, қалайсыңдар ей? Әй кеше капустник көрсетіпсіздер ғой деді. Я аға, енді ол өзіміздің не дәстүріміз ғой деді. Мені көрсетіпсің ғой. Я аға, енді ол қалжың жүзінде ғой деп. Алды да арқамнан сар деді. Мендей бол. Сонда Алла әумин деп қойды ғой деймін. Сол кезде Ыдырыс аға Қонаевтың рөлін ойнап жүрген Тың деген екі сериалы фильм түсіріліп жатты. Сонда Қонаевтың рөлін ойнап жатқан. Сол батасы ма дөп келіп, мен осы елбасының рөлін алған кезде сол есіме түсті. Сонда айтқанмын, шынымен мына кісі әумин деп қойдық қой. Аузы дуалы болды. Дуалы болып тұр ғой деп. Ұстазымның сол бір қалжыңы дейін бата болып келді. Біздің театрымызға жаңадан келген осы актеріміз бар, Жақсылық Тұрлығаз деген. Сол баламыз жазған екен, біз үлгі алатын тамаша әулет, тамаша отбасы деп жазған екен. Рахмет, рахмет. Мына жақта Абдрасулқызы Балаусадан сәлем дейді. Балауса, иә. Балауса Ұлжанның қызы ғой, Абдрасул. Қалайсыңдар жандарым? Райхан апай жазыпты, дихан болып кетіпсіз ғой дейді, сізге айтады. Иә, дихан болып жатырмыз енді, мына отырмыз. Қазір қолда күрек, кетпен. Мына жақта Мұқанов театры амандасып жатыр. Қалдарыңыз қалай деп Петропавлдан Мағжанды ойнаған Дәуренмін, есіңізде ме деп жазған. Дәурен, Мағжанды. Сол спектакльді өтпесе Мағжан бола ма деген Дулат ағамыздың спектаклін барып қойғам. Үлкен бағасын алған автор өзі барып көрді. Кейіннен Әуезов театрына қойылды. Сосын мен қайталамаймын, аға Әуезов театрына қоймаймын мен. Сол дүнием сол жерде үлкен болып қалсын, мына жақта оны қайталамай қояйын дедім. Жақсы, рахмет Дәурен. Рахмет Дәурен. Сіздің шәкіртіңіз Нұржамал жазған екен. Сізді театрдан тыс, кинодан тыс ұстазсыз дейді. Ұстазсыздар екеуіңіз айтады. Ол жайында да айта отырсаңыздар. Ал Қазима ұстаздығы, Нұржамал менің ұстаздығымды көрдің ғой, Қазима апамды. Енді менің ұстаздығыма келетін болсақ, енді 2010 жылы мен осы Жүргеновтың колледжіне алғаш ұстаз болып барғанмын. Сол ең алғашқы шәкірттерім қазір Шехназ, Назерке, бәрі қазір Шыңғыс. Біраз балалар Астанада қазір дубляжда жүр.
Нұрғанат ағамыздың театрында істеп жүр. Одан бері қарай да біраз шәкірттер шығып жатыр. Енді мен көбіне оларға сахна тілінен беремін. Қазір енді менің курсым 2-ші курс. 3-ке көшеді бұйырса. 10 жылдан бері қарай сол шәкірттер тәрбиелеп жатырмыз. Негізі шәкірттер тәрбиелеген жақсы екен, ұстаз болған жақсы екен. Ұстаз болған жақсы екен, қазір онлайн сабақ беріп жатырмыз. Компьютерді үйреніп жатырмыз мына. Иә. Сол келесі жылы амандық болса, біздің театрдың керемет актері Ерлан Карбаев екеуміз, ол кураторы. Сол балаларды бітіртіп шығарамыз, Алла бұйыртса. Сосын жан-жаққа ұшады олар. Мен жаңағыны айтып кеттім, менің курсым келесі жылы 4-ші курс болады, дипломдық жұмыстары болады. Лир патшаны қойып жатырмын, қош махаббатты қойып жатырмын, соны алсақ деген дипломныйға ойымыз бар. Бота апайымыз, театрда Бота апайымыз. Ой, сәлеметсің,